Жігіт таңдағанда көңіліңнің қос қанаты, ақыл мен сезімді тең ұста. Тек сүйген жанға ғана қосылу қажет. Қосылған жігітіңді өмір бойы сүйіп өтетініңе кәміл сенімің болсын. Өзімшіл, өр көкірек жігіттердің өкінішке ұрындыратынын ұмытпаңдар. Жаман жолдастан жалғыздық жақсы. Кейде жылағым келеді, бірақ күлімдеймін. Кейде үнсіздік сақтағым келеді, бірақ адамдармен сөйлесемін. Кейде ішімдегінің бәрін айтып салғым келеді, бірақ үндемеймін. Кейде өзімді бақытты етіп көрсетемін, бірақ олай емес. Ерте ме кеш пе, әйтеуір бір күні әр адам өзінің адамын табады. Қасында өзін жайлы әрі жақсы сезінетін. Ол кезде оның көзінің түсі, бойы, түрі емес, сен оның өмірінде қандай орын алатыны маңызды. Әйел ердің қабырғасынан жаратылады. Тапталмасын деп табанынан жаратылған жоқ. Бас болмасын деп басынан жаратылған жоқ. Тең болсын деп кеудеден жаратылды. Қорғалсын деп қолтық тұсынан жаратылды. Сүйуге лайық болсын деп жүрек тұсынан жаратылды. Алғашқы үйленген сәтте әйеліңді ерекше жақсы көретін едің. Себебі оған әке-шешесі тәрбие берді. Араға біраз уақыт салып әйелің ұнамай қалды. Себебі сен тәрбиеледің. Үйленген кезде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген ерсіз сөзді қою керек. Бәрі қайта оралады. Жақсылық жақсылықпен, жамандық жамандықпен, махаббат махаббатпен. Сен қашан жұмсасан соншалықты аласың. Бәрі қарапайым. Көп қаласаң көп бер. Көп күш, көп уақыт, көп махаббат және есінде болсын. Барлығы күтпеген жерден алдының шығады. Өткен іске өкінбеу керек. Өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай, алға қарай ұмтылып, өмір сүріп келе жатқандығымыз. Әйел адамның ең үлкен адасуы, қаншама уәделер мен серттерді бұзған сонда ол өзгереді деп күтуі. Ең адамның үлкен қателігі ол менен ешқайда кете алмайды деп ойлауы. Бір күні бір жан сенің шаншылып кеткен жүрегінің сынақтарын жинап, саған бақыт дегенің не екенін ұғындырады, иншалла. Төзу керек, бәріне төзім керек. Жанды қайрап өзіңді өзің жебеп, ақты қара, қараны ақ дейтіндерге, қыжыл қайнап жүректен көзінде кек жұдырық шыдамай жүгінетінен тас құдыққа түсесің, өзің кенет. Ақтығынды кішіп бейеді ешкім саған, төзім керек төзбестен ешбір саран. Шыңыраудың суындай сана тұнып, даналықпен жер басар. Кексінсе адам, шатқалына шындықтың жетем десең, тек шыдауға, шыдамға жетсің шаман. Есте жүрмес басқаның қолын қағып, бірақ ылғи болмайды жолың жарық. Өмір бола ма? Күрестерсіз, жатса барлық тілегін орындалып, және ақыл күшінің мәні қандай, кетер болсаң отыңа өзің жанып. Тек шыдай бұл, жүректен қаның қатып, мін мақсатың пырағын арындатып, жалқаулыққа батырар түңілулер, жанды шындар еңбектен арылма түк. Лап етіп бір түбінде жану бақыт, дүниені түп түгел жалындатып.
жалғыздық оған үйреніп кетесің, тіпті одан ләззат ала бастайсың. Содан кейін ешкімді өміріңе кіргізгің келмей қалады. Өкінбе, жалғыз жүрмін деп, несіне өмір сүрдім деп, бәріне де аты жалғыздық. Келеді бәрі бір-бірлеп, кетеді бәрі бір-бірлеп. Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе? Түсінемін кеудедегі дүрсілге. Оңашада жұрт көзінен жасырын, күрсінбеші жалынамын, күрсінбе. Уақытша адамдардан үшін емес, сені мәңгілік керек ететін адамдар үшін өмір сүр. Кез келген танысының сатып кетуіне дайын бол, әсіресе өте қатты сенетін адамыңа. Сүюге ешкім оқытпас, оқытам десе шақырт қыз. Ғашықтар үшін жоқ ұстаз, бәріміз түгел шәкіртпіз. Біз өмірде бір рет қана шын махаббатты кездестіреміз, ал ары қарай сол жаңа ұқсасын іздейміз. Әйелді өзгертетін жасы емес, жанында жүрген ер адам. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаным мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Қош енді ұмытармын бір күндері, еске салшы бұл күздің тұр түндері. Мен сені ұмытармын, ұмытамын, ғашық қылған қинайды күлкін мені, жүрегінің жылуы. Өзіңе сен, өзінің күшіңе сен, қос қолымен істеген ісіңе сен, аласың да сыйлайды жақының да, өзіңді өзің төменге түсірмесең. Арттағы қателіктер мен бос еткен мүмкіндіктерді ойлап, көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Алдымызда әлі ұзақ жол, артқа қараудың еш себебі жоқ.